Баршаңызға қайырлы таң, қалдарыңыз қалай, күндеріңіз сәтті өтсін. Неше күннен бері сөйлесуде дұрыс болмай жүрмін, өйткені қазір менде бір-екі проблемалар болып жатыр. Оны мен ашып та сөйлесе алмаймын дегенде ғой. Негізінде мен өзім 7-ші сынып оқығаннан бастап қыздарға келетін ай сайынғы өзінің қонақтары бар дегенде ғой. Сол кезден бастап менде ауыратын ғой. И мамамен барып біз екеуміз бір тексерілгенбіз. Сол кезде маған оң жақ және сол жақ яичница типа не деп айтқан, воспаление деп айтқан, соны айта алмай қалдым ғой. И в общем кеше түн мен нумерологымен сөйлестім. Не сөйлескенімді келесі стористе айтатын боламын. Тек қана бұл проблема менде ғана бар деп ойламаймын. Менде қаншама оқырмандар бар, қыздар бар, которые мен сияқты қиналатын. И сонымен в общем барлығын келесі стористе түсіндірейінші. Кейде осылай баршамыздың бір болмайтын нәрсеге көңіл күйіміз түседі ғой. Негізі болмайтын емес. Бір момент болады өз андай бәрі жиналып келеді да, когда еще бірдеңе дұрыс болмай қалса, бітті уже ішіндегі бәрі сонымен бірге шығып кете ма, сондай болады. В общем, настроение мал болып отыр. Қазір үйге душты жөндейтін кісілер шақырдым. Сол кісілерді күтіп отырмын. Сол кісілер келсе қазір душымды көрсете алуым керек еді, потому что суды қоссам артынан атқылап жатыр, бірдеңе полный су болып кетіп жатыр ма, білмеймін, быт болып кетті. В общем, сонымен отырмын енді, дымға көңілге жоқ. Ассалаумағалейкум баршаларыңызға, қайырлы күн, қалайсыздар? В общем, сторисқа сөйлеу шықпаған біраз болды. Диана да шамалы ренжіп қалғаны бар. Қазір Диана жаққа келдім. Диана клубниканы шоколад беріп, сосын салға кетуім керек. В общем, қазір Дианаға барамыз, клубниканы табыстаймыз. Және айтқым келетін достар, мына клубниканы Berry Heaven кезектен алдым. Салтанат деген әпкем өзі жіберді. Мощный, свежий, жылдам алып келді осы жерге. Қазір енді домофон ашқан адамдардың арасына кіріп кеттім. В общем, қазір сіздерге көрсететін боламын. Точнее, реакциясын көреміз и все. Саханың мұртты алу керек еді. В общем, міне көрейік. Очень қуанисыз, yaxshimisiz? Клубника шоколадыңыз bilan. Бля, мынау зайбал болып бар ғой. Боқтап айтсам ренжімеңіздер. Мынау шеше не шығарып жатыр деймін да, осы ЖК-дағылар. Телеграм ботқа кіресін, таксилердің номерін тіркейсін пизду. Ол шешең қазір такси номерін тіркедік, ішке кіре алмай жатыр, например, бір-екі заттарын біліп болмдашы. Бля, үстесінде шлагбаумына түсіп қаласын, ары қарай пешком пересін. Мына ЖК гүлдердің ебайтыны. Білмеймін, не үшін істепті саған. ЖК гүлдер шахристан көп жерлерге барасың, өйстіп телеграм ботқа кіресің. Мүмкін үлкен кісілердің ол телеграм ботын жоқ шығар. Қуама, бля. Біз мақлы жігітпіз олай бара саламыз. Аяқ ауырларын не, үлкен кісілердің не, мына жерден түсіп ары қарай бара ма, или такси заказ береді, мына жақтан ары қарай бара ма. Блять, не ойлап істеп жатсыңдар, вообще хуй поймешь. Балдай қып гүлдерді салып қойған. Например, ой жақтан, ой жақайдың, короче. Такси заказ бересің, бірақ пешком барасың. Еще, бля, андай мусоркаларын өсіп. Мына домны, короче, білмеймін, бәй көріп салғанын дейді ғой, әресі. Аны о жақтан мусорканы мына жаққа білесің, короче. Пиздец. Ана тау көлдеді мусоркамыз жолдың ары бетеді, мынау да сондайсыз, айбал. Содан қашып едік, мынау да сондай. Заттармен келе жатыр қиын дейді. Неден түсіп қалып. Телеграм ботыңа жібересің. Номерді. Еще жаңа ана жерде тұрғандар айтады. 5 соммен кіре алмайсың. Сен қуасың ба, блядь, қалай ол? Главное, принято тіркелді деп шықты ғой. Әшін бейт кірем бірдеңе істейм деген адамдарға шлагбаум бірдеу сындырап тіріп кете береді ғой. Немене бәлес деп отыр. Сөз ба? Мынандай амбалды этажда. Біз онда тұрамыз ба? Сет ұстамайтын. Мынандай нәрселер тізе бергенше сетің жөндемейсің ба? Мына алма сетімді да сондай сет ұстамайды. Мына гүлдерді сондай. Тағы біраз жерлер сондай, білеміз ба? Сет ұстамайды, блядь, үйді
таң қаламын еш